Сен Трабант сияқты картон көліктен асатын оғаш ештеңе жоқ шығар деп ойлаған шығарсың. Бірақ асықпа. Әлі алда не күтіп тұрғанын білмейсің. Бұл темірге айналған кринждің 5 үлгісі. 5-ші орын Pil Yellow. Әлемдегі ең кішкентай сериялық көлік. Ішіне бірақ адам сыяды. Бір есік, бір фара, бір орындық. Артқа жүрмейді. Кері қойғын келсе, көліктен түсіп, қолыңмен итеріп апарасың. Нағыз чемодан, бірақ моторы бар. 4-ші орын Pontiac Aztek. Болашақтың көлігі болады деп ойлаған. Нәтижесінде интернет мазағына айналды. Сырты құдды пылесос пен мультфильм кейіпкері араласқандай. Ал артында кәдімгі палатка, үй сияқты болғысы келген. Бірақ көрген жұрт күлетін көлік болып қалды. 3-ші орын Fiat Multipla. Бұл көлік емес. Бір бақа екінші бақаны жұтып қойғандай. Алдыңғы қатарда 3 орындық. Фаралары маңдайынан бақырайып шығып тұр. Сырты сызбай емес, әдейі бұзылған пішін сияқты. Оны 3 дизайнер жасағандай әсер қалдырады, және ең қырсығының идеясы өткен. 2-ші орын BMW Zeta, кішкентай. Бірақ есігі алдыңғы жағында. Көлікке бет жағынан кіресің. Соғылып қалсаң, қауіпсіздік белдігін шешудің де қажеті жоқ. Есікті ашта, түсіп кет. Сырттай қарасаң, бұл тоңазытқыш па, әлде моторлы мультфильм бе, түсініксіз. 1-ші орын Dymaxion. 30-ші жылдары жасалған. 3 дөңгелекті ұзын арты бұрылмалы. Футуристік болу керек еді, бірақ супермаркеттегі телешка сияқты шайқалып жүреді. Полицияның өзі бұл көлікті қалай тоқтатарын білмеген. Инженер болашақты елестетті, ал өмір оған апатпен жауап берді. Көлік деген кейде сән, кейде сенім, кейде жай еркіндік. Бірақ бұл бесеу. Бұл кринждің темірден жасалған түрі. Сен осылардың біреуіне мініп көргің келеме? Пікір қалдыр. Келесі видеоны өткізіп алмау үшін жазылып қой.